Ассалаумағалейкум, ағайын бауырлар, аға жеңге, апа жезде, барша туыстарым, аман есенсіңдер ме? Мынау имамдарға айтайын деп отырмын да мен. Имамдардың шаршап кеттім да мен. Бұл имамдардың бәрі биліктің адамдары ғой. Бұлар күнә, тозақ, өлімнен басқа ештеңе айтпайтын болды ғой. Ой, айналып кетейін, имам. Сен күнә мен тозақты айтатын болсаң, ана жоғарыға айтсайшы. Жоғарыға неге айтпайсыңдар? Бүткіл күнә соларда ғой. Елді тонамаңдар, халықтың ақысын жемеңдер, халықты атпаңдар, Құдайдың алдында жауап бересіңдер деп соларға неге айтпайсыңдар сендер? Сендер шаршаттыңдар ғой сәпсі, мүмкін емес қой мына имамдар. Қойыңдар шеш құрсын. Қаншама қырғын болып жатыр анау өзенде, мына кеше қаңтар қырғыны. Ал неге біреуің шығып сендер сонда сендер күнә мен сауапты сол жерге айтпайсыңдар сендер? Сендердің есіл-дерттерің міне екі бауырды айыру ғой. Әркім өз үшін жауап береді ғой ана жаққа барғанда. Баяғы